Жақсы ақпарат тарады. Қараша айынан бастап қазақ еліне 500 миллиард ақша беріледі. Сәлеметсіз бе, қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Қарашада елімізде 7-9% ипотекалық бағдарламаларға өтініш қабылдау қайта басталды. Елімізде мөлшерлемесі 7-9% болатын ипотека үшін қосымша 500 миллиард теңге бөлінді. Өтінімдерді қабылдаудың жаңа кезеңі биыл қарашада басталады. Тұрғын үй бағдарламалары туралы толығырақ Қазнұр.kz-ден көріңіз. Дағдарысқа қарсы шаралар аясында Қазақстанда субсидияланған тұрғын үй бағдарламаларын қолдауды жалғастыру туралы шешім қабылданды. Бұл мақсатта наурыз және наурыз жұмыскер ипотекалық бағдарламаларына қосымша 500 миллиард теңге бөлінді. Крыша порталының хабарлауынша, бағдарламалар бойынша өтінім қабылдаудың жаңа кезеңі 2025 жылдың қарашасына жоспарланған, бірақ оған қатысу шарттары кейінірек хабарланады. Қазір оның механизмдері ойластырылып жатыр. Жаңа конкурсқа өтінімдер қабылдай бастаймыз, немесе наурыз айында қатысқан, бірақ шарттарға сай келмегендерге несие береміз, дейді Отбасы банкі төрайымы Ләззат Ибрагимова. Айта кету керек, бағдарламаға қатысатын құрылыс салушылар алдағы 3 жылда салынып жатқан пәтерлердің бағасын осы деңгейде ұстап тұру туралы келісімдерге қол қояды. 7% мөлшерлеме халықтың әлеуметтік осал тобы санатындағы азаматтар үшін, басқа қазақстандықтар үшін мөлшерлеме 9%, бастапқы жарна. Әрленген пәтерлер үшін 10%, жөндеусіз сатып алынатын пәтерлер үшін 20%. Несие сомасы Алматы мен Астана қалаларына 36 миллион теңгеге дейін, басқа өңірлерге 30 миллион теңгеге дейін. Алматы мен Астанада тек жаңа тұрғын үй сатып алуға болады, ал басқа аймақтарда кез келген тұрғын үй, соның ішінде қайталама нарықтағы жеке үйлерді алуға болады. Қарыз алушының соңғы 5 жылда жеке баспанасы болмау керек. Қатысушының Отбасы банкінде кемінде 2 миллион теңге депозиті болуы керек. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басыңыз, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз.